Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет көтерілетін, құрамында сәбіз бен грек жаңғағы бар бисквиттің рецептімен бөлісемін. Осы рецептпен тек қана торт жасайтын бисквит емес, кекс, не болмаса пирог жасауға да болады. Өте дәмді, ерекше бисквит. Ал енді рецептіне кірісейік. Ол үшін бізге ұн, қант, май, сүт, грек жаңғағы, 4 жұмыртқа, разрыхлитель және сәбіз керек болады. Ең алдымен блендердің көмегімен жаңғағымызды жақсылап ұсақтаймыз. Грек жаңғағын ұсақтағанда қатты ұнтақтап жібермеңіздер, осындай кішкене түйіршектер болу керек. Сәбізімізді кішкентай теркада жақсылап тұрып, майда етіп теркадан өткіземіз. Енді ыдысымызды алып, осылай ақ уызды сары уыздан бөліп аламыз. Ақ уызын ыдысқа саламыз, сары уызын кішкентай кесеге салып отырамыз. Осы жерде мұқият болыңыздар, сіздердің ыдыстарыңыз құрғақ болу керек. Ыдыстарыңыз тап-таза, құрғақ болу қажет, өйткені май не болмаса су болса, сіздердің ақ уыздарыңыз миксермен ұрғанда көтерілмей қалуы мүмкін. Ақ уыздың үстінен міндетті түрде бір шымшым тұз қосу керек. Бірінші миксерімізді қосамыз, одан кейін жай-жайдан қантымызды саламыз. Миксерімізді ең жоғарғы деңгейге қосамыз. Ақ уызымызды шамамен 2-3 минуттай миксердің көмегімен жақсылап тұрып ұрамыз. Міне ақ уызымыз жақсылап тұрып әппақ болып ұрылды. Енді сары уызды қосып 40-50 секундтай тағы да ұрамыз да, содан кейін өшіреміз миксерді. Міне жұмыртқамыз осындай әппақ болып, формасын ұстай алатындай болу қажет. Сіздерге жақсылап көрсету мақсатында осы консистенцияны мен шыны ыдысқа құйып алдым. Енді ақырындап майын және де сүтті құйып аламыз да, лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Осы жерде лопатканың көмегімен мұқият араластырыңыздар, өйткені біздің қамырымыз түсіп қалмау керек. Теркадан өткізілген сәбізімізді қосамыз, оны да лопатаның көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Енді ұнды аламыз да, оған разрыхлитель және жаңғағымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жаңғақты міндетті түрде ұнға қосыңыздар, сол кезде сіздердің жаңғақтарыңыз қамырдың астына түспей, бір келкі болып піседі. Ұнды біртіндеп қосамыз, асықпаймыз. Егер барлық ұнымызды бір сала салсақ, онда біздің қамырымыз түсіп қалады. Сол себептен 5-4 қасықтан қосып, астынан үстіне лопатканың көмегімен араластырамыз. Араластырып отырған кезде сіздерде ешқандай түйіршік қалмауы керек. Енді соңында мұқият болыңыздар, сіздердің қамырларыңыз сұйық болып жатса, демек сіздерге 50 не болмаса 100 граммдай ұн қосу қажет. Мен солай қостым да, қамырымды тағы да астынан үстіне қарай араластырып шықтым. Достар, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, үліпіл басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қамырдың консистенциясы осындай қою қаймақ сияқты болу қажет. Противенге тефлоновый коврик не болмаса пергамент қағазын төсеп, кольцомызды диаметр 22 сантиметр қылып, енді қамырымызды құйып шығамыз. Егер сіздерге диаметрі кішірек бисквит қажет болса, онда диаметр 18 сантиметр 2 кольцоны алып, қамырды бөліп саласыздар. Бисквитті 150 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіреміз.
Піскен піспегенін міндетті түрде шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Осымен бисквитіміз пісті. Енді осылай суытамыз. Кальциядан мүлдем шығармай суытып аламыз. Суығаннан кейін ғана барып кальциядан пышақтың көмегімен шығарып аламыз. Егер сіздер тортқа емес, жоқ, шай ішеміз десеңіздер, бұл пирогты ыстықта жеуге де болады. Осы бисквитті жасап, торт жасаймын десеңіздер, онда міндетті түрде бисквиттеріңіз суығаннан кейін оны пищевой пленкаға орап, бір түнге холодильникке қойып қойыңыздар. Сол кезде сіздердің бисквиттеріңіз турауға өте ыңғайлы болады, ешқандай қолқымсыз туралады. Міне ертеңгі күні мен бисквитімді алып, пищевой пленкадан шығардым. Енді бисквитімді 3 бөлікке бөлемін де, қараңыздар, іші деген өте керемет, әдемі бисквит болып шығады. Туралған уақытта да өте оңай туралады, ешқандай артынан көп қоқым шығармай. Міне осындай керемет, өте дәмді, иісі деген керемет бисквит болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін, және де менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше күн жарық.